Неге Айгүлдің көңіл күйі жоқ бүгін? Жоқ, нормально. Бәрі дұрыс па? Жаңа ғана жақсы еді. Жақсы. Басқа нәрсе ойлап. Бүгін ғашықтар күні. Бізде мерекелік эфир, құрметті оқырмандар, сол үшін міндетті түрде көріңіздер. Иә, көріңіздер. Қызық болады. Негізі сіз тойлайсыз ба бұл мерекені? Жоқ, ондай. Тойламайсыз. Жігіт жақтан болу керек деп ойлаймын. Жігіт жақтан болса қызда енді не болады? Не қылады? Күтеді ғой. Күте ма? Күтетін шығар, енді асылу деп күтпеймін. Мен андай адамнан даже мұндай мерекелердің өзін ожидание күтпеймін. Оны беретін адам мерекесіз де береді ғой. Солай екен қыздар. Сол үшін сыйлық алмай қалсаңдар көңілдеріңді түсірмеңдер. Иә, түсірмеңдер. Нормально бәрі. Әсем, сіз ше бүгінгі мерекені тойлайсыз ба? Ойлаймын, Өзіңіз ғана сыйлық аласыз ба, жоқ өзіңіз де сыйлық бересіз ба жігітке? Берген дұрыс қой, ғашықтар күні. Сіз дайындап қойдыңыз ба демек сыйлығыңызды? Мүмкін? Тура қасында сұрап отқан ше. Басқа жақта сұрамайсыз ба? Қайдан білейін? Сіз ше? Сіз тойлайсыз ба бүгінгі мерекені? Сіз жалпы мереке тойламайсыз ғой, бірақ? Мереке тойлаған дұрыс емес. Дұрыс емес? Қандай мереке? Неге? Білмеймін. Сен қажында отырмын. Сыйлық күтпей ақ қойсын ба? Жоқ, білмеймін. Жоқ. Не айттыңыз? Қасында отыр ғой? Қайдан білейін? Ойнап айтып жатырмын. Бүгін кешегіден де күшті гүл болады деп ойлаймын, өткен кеше айтқан бүгінгі гүлім онша емес болып қалды деп. Садәулеттің бүгінгі мерекеге қатысы жоқ шығар. Неге? Жалпы қай мерекеге қатысыңыз бар? Қашанғы жалғыз жүресіз? Білмеймін сол. Қашанға дейін. Не таудағы қызды қарқ қылмадыңыз, не сайдағы қызды қарқ қылмадыңыз? Не деген әңгіме бұл? Солай ма? Олай емес па? Әлде кинодағы қызды қарқ қылып жүрсіз ба? Айта алмайсыз. Ештеңе жауап, no comment дейсіз. No comments. Жауап бере алмайсыз. Я одинокий волк. Келіп қалды біздің Хамо мен Диана. Қалайсыздар, көңіл күйлеріңіз қалай? Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, қайырлы күн. Қонаққа кетіп қалдық. Осы жақта кеместе кетіп қалдық. Бүгін ғашықтар күні біздің жобамызда қосылған жұптар. Сіз не дейсіз? Солай деп ше. Осы көріп ғашықтың барлықтарына өз теңін табу тілектеспін. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, қолдаңыздар, сіздер баршамыз жақта жүре береміз. Бұйыртса бірнеше уақыттардан кейін жынысы туралы айтамын. Сіздерді құттықтаймыз, құрметті оқырмандар, сіздерді құттықтап кетіңіздер. Бұйырса біздің Хамо мен Диана ата-ана атанады. Аман есен балапандарыңызды қолдарыңызға алыңыздар. Ақеркенің көңіл күйі қалай екен бүгін? Жақсы болды, шарларды ұстап алып, ойнап отырасыздар. Үй баламын ғой. Қанша жастағы ол? 22-дегі кішкентай бөпем дейді. Жабайы бала. Бүгінгі мереке. Сіз тойлайсыз ба бүгінгі мерекені? Туралы не айтасыз? Тойлағанда, тойлап көрмек. Тойлап көрмек. Өмірімде бірінші рет жігітім бар бұл мерекеде. Бірінші рет жігітіңіз бар. Бірақ хабар жоқ деп қойсаңыз. Жігітімнен хабар жоқ. Ойға қарайын жоқ, сойға қарайын жоқ. Ондай қатты тойламайтын кісі сияқты жалпы. Мен де бір андай атмосферасын сезіп тұрған жоқ. Қазір көп тойламаған соң, если честно. Осы қазақша киім киіп алмайды, не киіп алғам. Қыз жібек болып отырсыз ба? Бикеш еще. Бикеш білмеймін. Не дейсіз? Бүгін қандай сыйлық алғыңыз келетін еді? Ақша. Ақша? Милан. Ақша не істейсіз? Гүл деп айта берсеңізші. Сарай көре береді. Мен жалпы көп сыйлық алғым келеді, оның бәрін алып бере берсе, ақшасы қалады адам. Сол үшін? Сол үшін не істеймін? Не айтасыз? Айтсаңызшы бірдеңе. Бірдеңе айтқысы келіп отыр. Милан. Милан ақша. Төлегені хабарласыңыз тезірек. Хабарласпаңыз, бір сыйлықпен келіңіз, Бүгін Ернардың көңіл күйі керемет. Себебі Ақеркемен Махаббатова ісін беледі де. Ойбай, Айданамен дегенім ғой.
мен билегеніміз бар. Кеше Ерналмен Дос болмен танысы келіп қойдым. құрметті оқырмандар, біздің студияда Бексұлтан мырза мен Зухра ханым, қалайсыздар? Неге жап-жас болып тұрсыздар? Иә. Рахмет, қош көрдік. Қайырлы күн, қосырак бағдарлама шығарып көрермендері. Бүгін енді сүйікті жұрттарың тағы да келіп қалды. Аллаға қайта-қайта келе береді деп айтқанымыз. қадам жасап жатырмыз. Қырқынан күні кеше ғана шықтық, сонымен бірінші енді осы жерден шықтық қой деп сразу қосақ қылып мақтанайық, сүйішімізді айтайық деген сияқты. Иә. Келіп келген жайымыз бар, енді сынамаңыздар. Иә, балаларыңыз өсе берсін, қызығын көрге жазсын, иә? Мүмкін болса Әлиді өздеріңіз немесе осы Османның Әлиін бағып отыру сіздерге нәсіп етсін. Немерелі болып, иә? Айдананың көңіл-күйі бүгін күшті, иә? Себебі? Себебі бүгін енді кішкене праздник болғаннан кейін. Бірақ сізге қатысы жоқ, әлде бар ма? Жоқ, маған қатысы жоқ, бар. Сіздің бүгін клипке түскен әніңізді естідік. Иә. Бүгін енді әншілердің бәрі шынымды айтайын, менің достарым келіп жатыр. Сыртқа шығып амандасып келіп жатырмын. Өзіңіздің де әніңізді естіп жатырмын, әлеуметтік желілерде өте белсенді тыңдап жатыр деп. Міндетті түрде Айдана әбен деп жазсаңыздар, Айдананың әндері шығады. Тыңдаңыздар, Айдананың әндерін қолдау Тағы да көрсетіңіз. әндер шығарамын енді алдағы уақытта. Кімге арнап шығарасыз? Білмеймін енді көңілді әндер шығарамын деп отырмын. Жігіттерге қатысты бір, иә, бір сондай көңілді бір тойға бір мерекелерге. Жігітке арналған әндер шықпайды. Оған дейін әндердің бәрі махаббат жайлы қайғылы болады ғой. Одан кейін ондай жазбаймын. Солай екен, тыңдаңыздар Айдананың әндерін. Бүгін бұл кісі Жәнібек мырза биші бүгін. Мен Садиқалы үй баламын. Жазып кетіңіздер оқырмандар. Бүгінгі мерекені тойлап жүрген шығарсыз енді. Сіз мерекені қалдырмай тойлайсыз ғой. Шыққаннан кейін жоспарлап қойдыңыздар, иә. Құттықтап қойсаңыздар болады. Бұйырса біздің Эдуарда ана атанады. Айбек мына жақта. Айбектің қуанышында шек жоқ. Себебі Айбек болашақ әке. Қуаныш білсей жоқ, Ал, сөйлеңіз. осылай көрермендеріне ассалаумағалейкум бәріңізге. Осындай жаңалықпен келіп тұрмыз. Жақтырсаңыздар да жақтырмасаңыздар да. Аллаға шүкір бәріне. Просто Аллаға шүкір. Иә, көз тимесін, аман есен қолдарыңызға алыңыздар. Иә, солай жарқырап әдемі болып жүре беріңіздер. Сүйік. Әділет, немен айналысып жүрсіз? Өз ойбай жұмым деп қой, үміткерім күтіп жүрмін, қашан келеді деп. Кәдімгідей сондай болып жүр. Басқа ешкімге қарап комплимент айтпадыңыз бүгін. Бүгін қалдым, енді жақсы адамдарға енді әдемі болып Айтатыңыз бар. Иә. Негізі айтыңызшы тағы да. Осы жылы 15 сәуірде Бекзаттың бірінші рет шығар, қызы болып тұрғаны. Қызы деп үміткері дейінші рет. Әлде қалай? Өмірімдегі бірінші. Не дайындап, қандай тосын сый дайындап жатырсыз? Мысалы, Жәнібек жаңа айтты, егер менің қызым болса, күшті қылып осы мерекені тойлайын деп айтты. 2 рет тойлаймын. Көреміз. Ал Мариямның көңіл күйі қалай екен? Мариямды бүгін міндетті түрде түсіру керекпіз. Себебі бүгін 15 сәуір, ал Мариямның сыйлық алуы керек, е? Енді үміткеріме сәл бір послание беріп қойса, осы негізі үміткеріме жіберіңдер. Нұржан, сіздің үміткеріңіздің көңілін таптыңыз ба? Ал Барсы мырзаның көңіл күйі қалай екен? Заринаның бүгін көңіл күйі қалай екен? Сіз бүгінгі күнді жалпы сезініп жатырсыз ба, тойлайсыз ба? Мұнда болатын сияқты ма?